Қазір қарастыратынымыз мынадай иррационал теңсіздік екен. Бұл иррационал теңсіздікті шығару үшін ең бірінші, мына түбірдің астында тұрған өрнекке назар аударайық. 6 азайтылған 5х бұл үлкен не тең 0 болу керек. Ал енді келесі, мына теңсіздіктің оң жағындағы x бұл кіші не тең 0 болатын болса, жалпы егер 0-ден кіші болатын болса, онда түбір 0-ден кіші деген қайшылыққа келеміз ғой, яғни түбірден ең кемінде 0 ғана шығады. Сондықтан бұл кезде x ол үлкен не тең 0 болу керек екен. Ал енді үшіншісі, бұл теңсіздіктің екі жағында квадраттаймыз, себебі теңсіздіктің екі жағынан да оң сандар шығып тұр ғой, яғни екеуінің де таңбасы оң болып тұр. Сондықтан квадраттағанда 6 азайтылған 5х кіші x-тің квадратынан болады екен, және осы үш аралықтың қиылысуы болады. Сонымен енді осы теңсіздікті шығаратын болсақ, біріншісінен x кіші не тең 6 бөлінген 5 шығады, келесі x үлкен не тең 0, ал мына ең соңғы квадрат теңсіздікті шығаратын болсақ, бұл қосылған 5х минус 6 0-ден үлкен деген шығады екен. Ал енді мына ең соңғысы квадрат теңсіздік екен, соны есептейік қазір. Біріншісі 5-тен 6-дан кіші, x үлкен не тең 0, ал енді бұны есептеу үшін бірінші бұны 0-ге теңестіріп 0-дерін тауып алатын болсақ, түбірлерін. Яғни коэффициенттердің қосындысы 0-ге тең болып тұр. 1, 5, минус 6. Демек, онда бұның түбірі 1, екінші түбірі минус 6 болады екен. Демек, онда ол x қосу 6, және x минус 1 деп мынадай екі жақшаға жіктеледі екен, яғни екі көбейткішке. Ал енді осыны шығаратын болсақ, онда интервалдар әдісін қолдана саламыз. Сонымен қазір енді салайық. x ең кіші мәні минус 6 екен. Олай болса, міне минус 6-ны мында бояйық. Ең үлкен мәні 1,2 екен. Олай болса, бұны мен 1,2 деп бояйық. Демек, бірінші аралығымыз 1,2-нің сол жағы, яғни кіші не тең 1,2 болады екен. Келесі 0-ді табайық. Міне 0, яғни 0-ден үлкен болатын аралық керек екен. Ол бізде міне мына аралық. Ал енді келесі 1-ді табайық. 1, ол 0 мен 1,2-нің арасында жатыр, сонда 1 міне мында орналасқан болады. Сонымен, енді келесі теңсіздігіміз қандай деп тұр? Үлкен 0-ден ғой, демек онда 1-ден үлкен кез келген санды алсақ, мысалға 2-ні апарып мына теңсіздікке қоятын болсақ, таңбасы плюс, демек бізге плюс аралығы десе, онда міне минус шексіздіктен минус 6-ға дейін, келесі 1-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Ал енді осы үш аралықтың бір-бірімен қиылысуын алатын болсақ, бұдан x тиісті, көріп отырғандарыңыздай, міне 1-ден 1,2-ге дейін деген шығады екен аралығымыз. 1 кірмейді, ал 1,2 деп отырғанымыз кіреді екен. Сонымен, міне жауабын таптық.